Оқу, білім, жанған шырақ ойласаң. Үйренерсің, іздеп көрсең қоймасаң. Кітап оқы, деп президент жолдады. Оқуға құштар болу бір үлкен жобасын. Басшылыққа алып осы негізді, мектеп, ұжым, теңіздей бір күйгенді. Көпті күрсе көлдеген соң қазағым эстафетамен кітап сыйлап бір ізгі. Кітапхана шаңырағындай мектептің, бірлестіктер уығындай сол тектің, керегеңді кең қып тартқан бүгінде тәуелсіздігің 30 жылдық өмірің. Тәуелсіздік 30 жылға тарту болды бұл шара. 30 кітап ұсынылды бір пара. Мектебімнің көшбасшыларын сен тыңда. Қу білімді, бұ беліңді сен дара. Оның шығармашылығын оқи отырып, өмірлік қасиеттерін білбей етіп, бойына дарытқым келсе, Абайды оқы танымға. Нағыз халықшыл жазушы, өмір шындығын озық идея тұрғысынан таныта білген, аса қажырлы қоғам қайраткерін білгің келсе, Ыбырай Алтынсаринді оқы. Қашанда ақиқаттың ақтын көтеріп, әділдік пен адалдықты тең ұстаған ақынның сырлы өлеңдерін оқығыңыз келсе, Мұқағали Мақатаевты оқыңыз. Идеялық көркемдік құндылығын, тәлім-тәрбиелік тағылымын, оның сарыла жырлаған дастандарын білгің келсе, Жамбыл Жабаевты оқы. Бойындағы батылдығы мен халыққа жасаған қажырлы қаһармандық қасиетін білгіңіз келсе, Әбіш Кекілбаевты оқы. Бұл әкімшілік бірлестікпен кітап сыйлауды қолдады. 350 жаңа кітапты кітапханаға жолдады. Бірлік барда тірлік барын көрсеттік біз дәлелмен. Бәріміздің илеуіміз бір терінің пұшпағы.